Қайырлы күн, қалайсыздар? Қалдарыңыз қалай? Басталған күндеріңіз сәттілікке толы болсын. Мен бүгін сіздерге өзгеше бір тағам жасап көрсетемін. Олай болса бастаймыз. Міне еттің наны. Бешбармақ жасағаннан кейін желінбей қалған нанды осылай сіздерге котлет жасап көрсетпекшімін. Ол үшін ең алдымен нанымызды алып, ет тартқыштан өткізіп аламыз. Егер де ет тасқаннан кейін нандарыңыз қалса, оны тастамай, осылай кәдеге асырып, сіздер де жасап көріңіздер. Мінекей. Енді нанымды ет тақшаға өткізіп болғаннан кейін бір жуан аласыздар да, осылай төрт бұрыштылап, ұсақтап турап алыңыздар майдалап. Жуан өте ірі қылып турамаңыздар, себебі арасында қазір құрамын қосқан кезде өте ірі болып көрініп тұрады, сондықтан ұсақтап осылай турап аласыздар. Жалпы құрамына қажет заттарды осы описание бөліміне жазып кетемін. Сол жерден қарап аласыздар. Мінекей, жуанды да турап болып қалдым. Енді осы жуаны жаңа тартып алған нанымыздың үстіне саламыз. Мінекей. Оның үстіне екі жұмыртқамызды жарып құямыз. Одан кейін шамалап тұз сеуіп жіберіңіздер. Тұзды енді осы татымына қарай себесіздер. Одан кейін бұрыш сеуіп жатырмын. Осы дәмдеуіштерді қосып жатырмын. Осы барлығын қосып алғаннан кейін әбден барлық дәмдеуішін бәрін қосып дұрыстап араластырып аламыз. Мінекей. Енді осы әбден былғап алғаннан кейін бір ас қасық ұн қосып жіберіңіздер. Ұнды ақырындап отырып, біркелкі масса болғанша былғап аламыз. Негізі массамыз осындай өте бір қою болмайды, қолға жабыспақ, сондай болады. Мінекей. Дайын. Енді ұнымызды сеуіп аламыз да, осылай котлеттерімізді ұнға ауната отырып формаға келтіріп аламыз. Өте нәзік масса дайын болады. Осылай дөмелектеп өздеріңіз қалаған формаларыңызға келтіріп аласыздар.
тақтайдың үстіне шамалы ұн сеуіп осылай формаға келтіріп жасап аламын. Өзіңіз қалаған формаға келтіріп жасайсыздар. Үлкен қыласыз ба, кіші қыласыз ба, өзіңіздің талғамыңызға байланысты. Әрбір жаңағы котлетімізді дүмілақтап алған сайын ұн сеуіп отыруларыңызға болады. Себебі оның құрамы жабысқақ. Мінекей. Әзірше осы бірінші қуыратынымды жасап алдым. Бұлар қуырылғанша қалған массамды дүмірақтаймын. Міне майым да қызып тұр. Енді осы майға ақырындап осылай салып қуырып аламыз. Майын өте қатты қоймаңыздар. Мінекей бірінші жағы қуырып болды. Енді екінші бетіне аударамыз. Мінекей қараңыздар. Түрі әдемі сондай қуырылып жатыр. Осылай кезекпен кезек қуырып, екі жағын аудара отырып қуырып аламыз котлеттерімізді. Енді ішіндегі заттардың негізгі құрамы піскен болғандықтан жаңағы шамалы қосылған ұн мен жұмыртқамыз осы майдың ішінде пісіп кетеді. Осындай алтын түстес қып қуырып аласыздар. Мінекей котлеттеріміз дайын. Котлеттерімізді майдан алғаннан кейін қағаз майлықтарға қойып, майын сорғытып алып, осылай дастарханға ұсынсаңыздар болады. Ас болсын. Мінекей. Дәмі деген керемет, жасап көріңіздер. Сіздердің де жанұяларыңызға ұнайды деп ойлаймын. Ас болсын. Менің каналыма тіркеліп, міндетті түрде қолдау көрсетіп кетіңіздер.